Сәлеметсіздер ме менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынандай керемет қозы құйрық қосылған сорпа дайындап көрсеткім бар. Қозы құйрық жалынға салынған жерде етте ештеңе де салынбайды. Құр картоппен, сәбізбен жасалады негізі. Бірақ мен ет қостым. Етсіз қазаққа болмайды ғой деп, сосын жайма қосып жібердім. Сонда бұл қозы құйрық қосылған керемет қазақша сорпа болып есептелінеді. Көріңіздер, қазір сіздермен осыны жасап. Бұл керемет сорпаны жасау үшін бізге керекті азық түлік. Ең бастысы мынау қозы құйрық, шампиньон дейді ғой. 200 грамм алдық, 2 картоп алдық, сосын бір сәбіз алдық, 2 пияз алдық, сосын мына ет алдық. Еттің мына жерде 200 ақ. Міне етті сап қойдым, қайнап жатыр. Сорпасын әдемілеп тазалап алдым, сәбізін, пиязын салдым. Қазір 1 сағаттай күтемін. Міне піскен етті турап қайтадан салдық. Сәбізде піскен картоплын турап салып қойдық. Тозын көріп жатырмыз. Дәмдеуіштерін салып жатырмыз. Осы ортада мынау қозы құйрық пияздан қуырылып жатыр. Қазір 5-10 минут қуырғаннан кейін бұны жаңағы мына жаққа еттің жанына салуымыз керек. Міне саңырауқұлағын қозы құйрықты әдемілеп қуырып пиязбен қайтадан сорпаға салдық. Негізі саңырауқұлақ жүрген жерде ет жүрмейді, ет қосылмайды негізі бұл жерде. Бірақ біздің қазақтар етсіз қалай тамақ жейді, кішкентай ет салдым. Қазір мынаны 5-10 минут қуырылғаннан кейін, 10 минуттан кейін картоплын көріңіз пісті ма, содан кейін мына жайманы салып жіберіп 5-10 минут қайнатамыз. Сонда әдемі қозы құйрық салынған қазақша қозы құйрық сорпасы болады. Міне қозы құйрығы да, картоплы да бәрі қайнап жатқанына бір 10 минуттан асып кетті. Енді біз қазақшалаймыз бұны. Сөйтіп 1-2 жайма салып жібереміз. Жаймасымен қосылған керемет қазақша қозы құйрық болады бұл. Құда қаласа енді бір 10 минут ұстайсыз, болды, тамағымыз дайын. Міне 10 минут болды қайнап жатқанына, жайма қосылғаннан кейін тағам дайын болды. Міне қазақшаланған қозы құйрық сорпасы дастарханға келді. Дәмін көріп жатырмыз. Дәмі сондай керемет болған, қараңыз. Қозы құйрығы да, еті де, мынау шетінде жаймасы да тұр. Қалғаныңызды жей бересіз. Қаймақ қосасыз ба, басқа салаттар қосасыз ба, керемет дәмді тағам болды. Міне осылай жасап жүрсеңіздер де болады. Менің осы әдісім сіздерге ұнаса, жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, каналымды қолдап, қолпаштап жүріңіздер. Сіздердің комментарийларыңызға байланысты, ойларыңызға байланысты канал алға қарай жылжиды. Менің инста парақшама да кіріп жүріңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.